Мен өзім мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығында оқимын. Яғни біздің тілмен айтқанда болашақ әкіммін. Оқу қиынырақ Қазақстандағы қарағанда. Өзімнің тәжірибемнен байқаған нәрсем, Қазақстанда оқуға түсу қиын, бірақ оқу оңай. Мына жақта керісінше, сенің оқитының өзіңе байланысты, сенің бағаларың өзіңе байланысты, сенің болашақта қай жерде жұмыс істейтінің өзіңе байланысты. Қазіргі таңда бірінші курстамын. Молынша көп оқуға, сапалы оқуға тырысып жатырмын. Маған мотивация беретін Сакарияда болған қазақстандық студенттердің аға буындары. Олар өзінің білімі, өзінің трудолюбие дейді орысша. Соның арқасында Европаға кетіп, Erasmus, Freemover және басқа да бағдарламалармен біліктілігін жаңартып оқып келген болатын. Мен де солар сияқты кіші буын үлгі тұтатындай студент болғым келеді. Сол үшін қазір оқу үстіндеміз.